4-ші сынып әдебиеттік оқу 74-ші сабақ. Сабақ тақырыбы кітап неден жасалады? Кітаптар мұңы. Сенің бүгінгі сабақта меңгеретінің мәтіннен көркемдегіш құралдардың қолданысын анықтау, мәтінге кейіпкерлер қосып, жаңа оқиға ойлап табу. Балалар, мына жұмбақты шешіп көрейікші. Бір нәрсе білмегенді білгізеді, өзіңді тұрсаң қарап күлгізеді, жалғанда әңгімесі сондай қызық, жаныңды тыңдай берсең кіргізеді. Ол не екен, балалар? Иә, ол кітап екен. Олай болса, біздің бүгінгі сабағымыз кітап туралы екен. Ал жедел жауап әдісі. Кітап неден жасалады деп ойлайсыңдар, балалар? Иә, ол ағаштан жасалады. Ағаш жасын қалай білуге болады? Иә, оның ағаштың жасын сақиналарына қарап біледі екенбіз, иә? Ағашқа кім қамқорлық жасайды екен? Ағашқа адамдар қамқорлық жасайды екен. Жақсы, олай болса, балалар, біз бүгін Танаш Дәуренбековтың, яғни кітаптар мұңы әңгімесін оқиды екенбіз. Танаш Дәуренбеков жазушы, Қызылорда облысында дүниеге келген, бір түйенің әлегі, 15 жыл өткен соң сыр балалары атты шығармалары бар. Жазушы әңгімелерінде ауыл балаларының өмірін шынайы бейнелейді. Олай болса, кітаптар мұңын оқып шығамыз. Ал балалар, кезекпен оқып шықсақ, енді осы кітап, яғни кітаптар мұңын қорыту үшін, ойымызды қорыту үшін, яғни топқа бөлінеміз. Ақ қалпақ, қызыл қалпақ, сары қалпақ, қара қалпақ, көк қалпақ және жасыл қалпақ деп 6 топқа бөлінеді екенбіз. Бірінші топ, сендер осы тақырыпқа шолу жасайсыңдар. Осыда негізгі ақпаратты табасыңдар. Қызыл қалпақ, сендер осы мәтіндегі эмоция, сезім, яғни қандай адамның сезімі туралы айтылған. Сары қалпақ, сендер осы әңгімедегі жағымды жақтарын табасыңдар. Қара қалпақ, сендер жағымсыз жақтарын табасыңдар. Көк қалпақ тобы, сендер әңгіменің негізгі ойы не? Немен қорытындыланып тұр? Ал жасыл қалпақ мәтіндегі негізгі ақпаратты айтасыңдар. Сізге сәт. Яғни ықтимал жауаптар, иә? Біріншісі, яғни ақпарат табатын болсақ, онда кітаптың жыртылуы мұңы туралы айтылған, иә? Екінші топ, қандай эмоция, қандай сезім бар? Яғни кітаптардың қорқынышы, қайғыруы бар. Сары топ, сары қалпақ тобы, қандай жағымды жақтар бар екен? Қайтадан баспанаға жөнелтеді, өңдейді деген жағымды жағы бар екен, иә? Қандай жағымсыз жағы бар екен? Қара қалпақ тобы. Яғни балалардың кітапты ұқыпсыз ұстауы отқа тамызық етер ме екен деген балаларда кітаптарда қорқыныш бар екен. Көк қалпақ тобы, сендер қандай қорытындыға келдіңдер? Кітаптарды жыртпау, беттерін бүктемеу, бетіне сызбау керек екен, иә? Қандай маңызды ақпарат таптыңдар? 6-шы топ, кітапты ұқыпты ұстау керек, келесі ұрпаққа аманат ету. Міне осындай ықтимал жауаптар болуы мүмкін. Өте тамаша. Синквейн әдісі. Яғни осы жерден сендер бір зат есім, екі сын есім, етістік және осыған байланысты, бүгінгі сабаққа байланысты сөйлем құрайсыңдар мәтін бойынша және сол зат есімнің синонимін табасыңдар. Ал ықтимал жауап мынандай болуы мүмкін, иә? Не? Ана тілі оқулығы, қандай жыртылған, ескірген, не істеді? Білім берді, тәрбиеледі, үйретті. Сөйлем, адырбай ана тілі оқулығын ұқыпты ұстамады. Синонимі кітап екен. Өте жақсы. Келесі 4-ші тапсырма. Мынандай кесте сендердің алдарыңда жатыр, балалар. Осы кестені толтырасыңдар. Бірінші сұрақ. Авторға осы әңгімені жазуға не түрткі болды деп ойлайсың? Ықтимал жауаптар. Оқушылардың оқулыққа ұқыпты қарамағаны түрткі болды деп ойлаймыз, иә?
Келесі сұрақ. Осы әңгімедегі қандай жағдай шынайы өмірден алынған? Яғни оқушылардың оқулықты жыртуы, сызуы, бояп тастауы шынайы өмірден алынған. Ал қай эпизод ойдан шығарылған деп ойлайсыңдар, балалар? Кітаптардың өзара сөйлескені ойдан шығарылған. Автор оқулықтардың күйін сипаттау үшін қандай сөздер қолданған? Біз бұл сөздерді қандай көркемдеуіш құралдарға жатқызамыз? Автор оқулықтардың адам кейпінде тілдесуін, яғни осындай сөздер қолданған, бұны кейіптеу дейді екенбіз. Тамаша. Ал енді балалар, сендер кітаптардың арманы туралы, яғни арманы орындалатындай етіп, ертегі құрастырып, осы ертегіні аяқтайықшы кәні балалар. Өзіміз құрастырамыз. Кітаптардың тағдыры қалай шешілуі мүмкін? Яғни мынандай ертегі құрастыруға болады екен, Ертеңіне кітапханаға бір топ оқушы келді. Олар өздерімен бірге сызғыш, қайшы, желім ала келіпті. Жыртылған кітаптарды түптеп, желімдеп қалпына келтірді. Жөндеуден өткен оқулықтар жаңа оқу жылында озат және ұқыпты оқушыларға берілді. Деген ертегі құрастыруға болады екен. Сонымен бүгінгі сабақтан сендер өздерің үшін қандай маңызды ақпарат алдыңдар? Кітаптарды жыртпау керек, сызбау керек, оларды белгі қою керек, бетін бүктемеу керек, келесі ұрпаққа аманат етуіміз керек екен, Ал өздерінен кіші балаларға қандай кеңес берер едіңдер? Яғни оларға да тура осындай кітаптың бетін бүктеме, жыртпа, бетіне сызба деген кеңестер беруге болады екен. Олай болса балалар, үлгіге қарап оқулықтың күту ережесін құрып жазайықшы кәні. Ықтималғы жауап. Біріншісі, пайдаланған кітапты орнына қой. Екінші, кітапқа сызба, бояма, бетін жыртпа. Үшінші, бетін бүктеме, белгі қой. Төртінші, жыртылған жерін тез желімде. Яғни мұны осындай күту ережесін жазуға болады екен. Бүгінгі сабақта сендер балалар сомен мәтіннен көркемдегіш құралдардың қолданысын анықтадыңдар. Мәтінге кейіпкер қосып жаңа оқиға ойлап таптыңдар. Ал енді бағалау ағашы. Яғни сендердің алдарында алманың, гүлдің және жапырақтың жапсырмалары бар, Сабақта көп жаңа ақпарат алдым, маңызды болды десеңдер, қызыл алманың жапсырмасын мына ағашқа жапсырасыңдар. Сабақта көбін түсіндім, мен үшін пайдалы болды десеңдер, гүлдің жапсырмасын жапсырасыңдар. Ал түсініксіз жағдайлар болды десең, жапырақтар жапсырамыз. Кәні ағашымыз алмаға тола ма екен, гүлге тола ма екен, әлде жапыраққа тола ма екен? Сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.